Қайырлы күн достар, біз сіздермен бүгін пеште пісетін өте жұмсақ сосиски в тесте дайындайтын боламыз. Ең бірінші аппарат дайындап аламыз. Жылы сүт пен суға қант пен ашытқыны құйып, бетін жауып 10 минутқа қойып қойыңыз. Келесі ұнға тұз, жаңағы көтерілген аппара, жұмыртқаның ақуызымен ерітілген сары майымызды құйып, бетін жауып 1-1,5 сағатқа жылы жерге қойып қойыңыз. Мінекей біздің қамырымыз көтерілді. Егер қамырыңыз қолға жабысып жатса, қолыңызды сәл сүйқымайласаңыз болады. Осы қамырдан бізде 10-12 дана сосиски в тесте шығады. Пішінін өз қалауыңызша немесе менікіндей етіп жасасаңыз да болады. Пішіндерін жасап алған соң 20 минутқа бетін жауып, көтерілгенше қойып қойыңыз. Көтерілген соң бетіне жұмыртқаның сары уызымен сүтті араластырып жағып шығыңыз. Соң пеште 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Оразаларыңыз қабыл болсын, ас болсын.